Сәлем менің құрметті тыңдарманым. Бұл теріс бата әңгімесінің үшінші, яғни соңғы бөлімі. Алдыңғы бөлімдерін каналымнан тыңдай аласыздар. Жасун қарапайым өзбек отбасынан шыққан бала. Бар жазығы Айжамалды сүйгені. Жасунның отбасы бұл тойға біраздан бері қарсы еді. Ұлына қазақ емес, өзбектің қызын алуды қанша айтса да, қазақтың қара торы қызына ессіз ғашық өзбек жігіті әке-шешесінің тілін алмады. Біраз уақыт келіспей жүрген әке-шешесін Жасун тамырын кесіп қорқытқан еді. Негізі Айжамал Жасунға: «Кешірші, енді сенімен сөйлескім келмейді. Сені жақсы көре алмайды екенмін. Қанша тырыссам да болар емес. Қош бол» деп Жасунмен енді байланыспайтынын айтқан еді. Өйткені бар жүрегі өз туысы Ерсінді ғана қалап, онымен төсектес болып жүрген кезі. Аз уақыт сөйлессе де, бұрыннан ұнататын Жасун сол үшін де тамырын кесіп өлмекші болды. Қорыққан әке-шеше амалсыз Ғанидың жесіріне келіп, қызына құда түсті. Жасунның істегені бәрінің құлағына жеткен еді. Айжамалдың амалсыз Жасунмен отбасы құруына мәжбүр болды. Анасы: «Егер Жасунмен отбасы болмайды екенсің, өз қолыммен сен қызды өлтіріп тынамын. Сендей жүзі қараны енді көргім келмейді» деп әбден ұрысқан. Әрине, бұл жағдай оңай емес. Көшіп келгелі барлық жағдайын жасаған қайнысы мен келініне қарайтын беті жоқ. Осы бір жағдай екі туыстың арасын алыстатып жібергені қиынға соғып, бірге бастаған кәсіптері де тоқтап тұр. Қызының жасаған күнәсі барлығына кесірін тигізді. Ішінен шыққан баласының байқұс ана не істерін білмейді. Жасунның әке-шешесі құда түсіп келгенде қатты қуанған. Сонан Айжамалға болған оқиғаны ешқашан ешкімге айтпауын шегелеп тұрып тапсырды. Той күні жақындап келеді. Айжамалға ара-тұра Жасун келіп тұрады. Ешқандай эмоциясы жоқ қыз амалсыз анасынан қорыққасын шығып кездесіп жүрді. Белгіленген күні тойда болды. Ерсін іштей қатты жақсы көрсе де, үнсіз бақыт тілеп үйінен мүлде шықпайтын болды. Әкесі қатаң жаза қолданған еді. Табалдырығын аттаған Айжамалды күйеуі қанша жақсы көрсе де, бұл қыздың жүрегі тас сияқты болып қатып қалған. Пәк емес болып, абыройы болмаса да Жасун мүлде сұрамады. Айжамалдың абырой сақтап әлек. Айжамалға бәрібір бұл үйден кеткісі келеді. Жүрегі мен бар ойы бауыры Ерсін деп соғуда. Жасун күні бойы сыртқа жұмысқа кетеді. Үйде енесі екеуі қалатын. Енесі бұл қызға күн бермейтін болды. Ұлы келсе ештеңе болмағандай. Осылай күндері өтіп жатты. Арада жыл өтті. Енді аяғы ауырлаған Айжамал тағдырына көнгендей Ерсінді ойлауды қойған. Бар баласын аман-есен қолға алу болған еді. Алайда бұл болмады. Ерсін күйзеліске түскен еді. Үнемі тұйықталып, ешкіммен араласпай жүрді. Бірде сыныптастар отырысқа күштеп әкелген. Жігіттер болып тығылып сыра ішті. Сыраны алғаш рет асыра ішіп, есінен танғанша ішкен Ерсін өз құпиясын сыныптас жігіттердің алдында жайып салды. Бір күні болмасын шындық айтылатыны ақиқат еді. Міне сол ақиқат ашылғалы Айжамалдың өмірі қор болумен өтіп жатты. Құрсағына біткен сәбиінен айырылуына да осы сөз себеп болды. Бұл әңгіме ауылға желдей есіп тарап кетті. Жасун естігенде өзін ұстай алмай Айжамалды тепкінің астына алды. Одан кейінгісі белгілі. Соққы жеген келіннің енесі үйден қуып шықты. Айжамал мен Ерсіннің отбасы ауыл ішінде жүре алмай Қазақстанға көшуге мәжбүр болды.
Бірақ Ерсіннің отбасы Шымкентке көшіп келсе, Айжамалдың отбасы Алматының ауылдарына көшіп барды. Бар жиған тергенін сатып 2 бөлмелі ескі сарайды сатып алды. Қазақстанға көшіп келгенде біраз болды. Үнемі бәріне кінәлі сен деп ұрыс шығаратын анасының сөздеріне шыдамаған Айжамал өз күнімді сендерсіз-ақ көремін деп Алматыға жол тартты. Қызының кесірінен жалғыз туыстарынан айырылған анасы Айжамалға кетпе демеді. Жалғыз өзі ашумен үлкен қалаға аяқ басып, біраз күндерін вокзалда түнеумен өмір сүрген қызды вокзалдағы еден жуатын апа байқап, өз үйіне тұруға шақырды. Жас қыз ол кезде 18 жаста болса да, тұрмыс құрғанын ешкімге айтпай жүрді. Өзінің жетім екенін ғана айтатын. Еден жуатын апаның арқасында салонға жұмысқа тұрды. Ол апаның қызы салонда шаш қырқатын. Бірте-бірте ол жерге үйреніскен Айжамал шаш қиюды да үйреніп алды. Ақшасы көбейген кезде жұмыстағы қыздармен бір пәтерде тұра бастады. Ізінен ерген бір шама жігіттер болды, бірақ ол жігіттерден Ерсінге ұқсайтын қылықтарды іздейтін. 2-3 апта сөйлесіп, ол жігіттерді тастап кететін. Арада бірнеше жыл өтіп, Айжамал өзіне пәтер алып, жалғыз тұрып жатты. Іштей Ерсінді сағынады, іздейді. Кездесіп қалсақ екен деп тілейтін. Ол кездері әлі де телефон, интернет деген жоқ еді. Жасы 25-ке толса да, әлі де 18 жастағы қыздай киініп, бойы да жарасымды етіп, жарқырап жүретін Айжамалға талай жігіттер сөз салды. Бірде әріптестермен қыдыруға шағын кафеге барды. Ерсін жұмыс жасауға Алматыға алғаш келіп, таныстармен көшеге қыдырып шыққан. Мына бір кездейсоқ қыдыру екеуін қайта жолықтырды. Айжамал отырған кафеге Ерсін достармен шашлык жеуге кірген кезі. Көзі Айжамалға түсіп, өз көзіне сене алар емес. Сұлулығына сөз жоқ. Туысын енді ұмыттым деген Ерсіннің сезімі қайта оянды. Айжамал қалайсың? Деген таныс дауыс селт еткізді қызды. Ерсінді көріп таңырқап қалды. Ерсін деген сөзді бөліп айтқан Айжамал қатты қобалжып орнынан тұрып, әріптестеріне тез кету керектігін айтып асыға шығып барады. Ізінен Ерсін де жүгіре жөнелді. Сыртқа шыққан Айжамал Ерсінге ашулы. Тоқташы жаным, сені әлі де сүйемін деген Ерсінге басын бұрып қарады. Сен неге мені әлі күнге дейін іздемедің? Деп ренішін айтқан қызға ештеме деместен Ерсін құшақтай алды. Қанша жыл күткен ғашығының ыстық құшағы сол баяғыдай. Өзін бақытты санаған екі туыс Алматы түнін аралап төсекте қайта табысты. Сол күннен бастап Айжамал мен Ерсін ешкімге айтпай, заңды түрде некелерін қиып, ерлі зайыпты болып тұрып жатты. Ұлдарының хат хабарсыз кеткеніне уайымдаған әке-шешесі Алматыға келіп, милиция бөлімшелері арқылы Ерсінді, яғни тұрып жатқан мекен-жайды тауып алды. Кешке қарай екі ғашық қол ұстасып, подъезд алдына шыққаны сол еді. Ерсіннің әкесі мен бауыры алдынан шыға келді. Айжамалды көрген бойда бар ашуын алған әкесіне қарсы шыққан Ерсінге бұлай өмір сүруге болмайтынын айтса да тыңдамады. Қатты ызаланған әке сол жерде теріс бата берді. Ерсін Айжамалды құшақтап, ертең бәрі ұмытылады, біз бәрібір бақытты боламыз деп жұбатуда. Айжамал 6 жылдың ішінде 7 рет құрсақ көтеріп, түсіп қалатын. Соңғы көтергені түсіп, 9 айда мен өмірге келіппін. Бірақ менің аяқтарым жетілмей қалған мүгедек болып туылдым. Бұл әрине әке мен анамның туыс болуының кесірі. 10 жылдан соң әкем жүрек талмасынан өмірден өтті. Анам әлі күнге дейін менің барлық жағдайымды жасайды.
анам мен әкемнің махаббаттары берік болғаны соншалық бірде-бір рет ұрысқандарын көрмеппін. Арасында туыстарын сағынып жабырқайтындары бар, бірақ бір-бірін еш уақытта ренжітпеді. Тек ажал ғана екеуін айырды. Ұлының қазасына атам мен нағашы әжем келді. Маған тек аянышты көзбен қарап, анама да маған да ештеме демеді. Бұл жағдайды кейіннен анам үтір нүктесіне дейін айтып берді. Менің осылай өмірге келуіме анамның жүрегі ауыратынын білемін. Менің тағдырым осылай болғанына, бастысы мен ауру болсам да бақытты отбасында өстім. Анам барлық жағдайымды жасайды. Сол үшін әкем мен анамның махаббаттары жүрегіме қатты батты. Алатындай ештеме болмаса да, әкем мен анамның махаббаттарын баяндағым келді. Артық кетсем кешірім сұраймын деп кейіпкер әңгімесін аяқтады. Өте өкінішті жағдай орын алған. Әрине, бұл жас жігіт пен қыздың үлкен қателігі өмірге мүгедек баланың келуіне алып келді. Ал сіз қалай ойлайсыз? Бұл қаншалықты дұрыс? Махаббат жасқа, туысқа қарай ма?